Қайырлы күн жас түлек. Білім нәрімен сусындағын келсе, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оқшау сөздер. Оқшау сөз дегеніміз не? Сөйлем құрамында айтылса да, сөйлем мүшелері мен грамматикалық қатынасқа түспейтін, соның әсерінен сөйлем мүшесінің қызметін атқара алмайтын сөздер мен сөз тіркестерін оқшау сөздер деп атаймыз. Оқшау сөздердің 3 түрі бар. Олар қыстырма сөздер, қаратпа сөздер және одағай сөздер. Сендердің естеріңде сақталу үшін әрқайсысына жеке-жеке тоқталып көрейік. Алғашқы тоқталатынымыз қаратпа сөз. Біреудің назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөздерді қаратпа сөздер деп атаймыз. Ендеше мысал келтіріп көрейік. Алтын жігіт екенсің, Иса. Дәл осы сөйлемдегі қаратпа сөз Иса. Алайда көркем әдебиетте тек қаратпа сөздер адамға ғана емес, жан-жануарларға да, табиғатқа да қаратып айтылады. Оқушылар, мына бір жайтты естеріңде сақтаңдар. Поэзияда қаратпа сөздер тек адамға ғана емес, жан-жануарларға, өсімдіктерге, табиғатқа да қаратып айтылады. Мысалы, Махамбеттің мына өлеңін алып көрейік. Ау, қызғыш құс, қанатың қатты, мойның бос. Мұндағы қаратпа сөз қызғыш құс, яғни құсқа қаратып айтылыпты. Ендігі кезекте қаратпа сөздердің тыныс белгілеріне тоқталып көрейік. Біріншіден, қаратпа сөз сөйлемнің басында келетін болса, қаратпа сөзден кейін үтір қойылады. Ал екінші жағдайда қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келетін болса, онда қаратпа сөздің екі жағынан да үтір қойылады. Ең соңғы жағдай қаратпа сөз сөйлемнің соңында келетін болса, онда қаратпа сөздің алдынан үтір қойылады. Оқушылар, қаратпа сөз сендерге түсінікті болды деген ойдамын, себебі қаратпа сөз қазақ тіліндегі өте оңай тақырыптардың бірі. Ендігі кезекте тоқталатынымыз қыстырма сөздер. Сөйлемде айтылған ойға айтушының түрлі көз қарастарын білдіретін оқшау сөздерді қыстырма сөздер деп атаймыз. Қыстырма сөздер мағынасына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Біріншіден, қуанышты, ренішті, аяушылықты, өкінішті білдіреді. Мысалы, бағымызға орай қарт үйде болып шықты. Мұндағы қыстырма сөз бағымызға орай. Екіншіден, сенушілік, мақұлдау, мойындауды білдіреді. Мысалы, оған әрине бұл тазалық ұнаған жоқ. Мұндағы қыстырма сөз әрине. Үшіншіден, ойдың кімнен қайдан шыққандығын білдіреді. Мысалы, меніңше бұның дұрыс болмады. Мұндағы қыстырма сөз меніңше. Төртіншіден, ойдың болар-болмас сенімсіздікпен айтылғандығын білдіреді. Мысалы, сірә бұл жер құнарлы болуы керек. Бесіншіден, алдыңғы айтқан оймен байланыстырып, оны қорыту негізінде айтылады. Мысалы, сонымен бүгін 5 арба көмір әкелінді. Алтыншыдан, ой тәртібін білдіреді. Мысалы, біріншіден сен ақылдысың, екіншіден сұлусың. Мұндағы қыстырма сөздер біріншіден және екіншіден. Ендігі кезекте қыстырма сөздердің тыныс белгілеріне тоқталайық. Біріншіден, қыстырма сөз сөйлемнің басында келетін болса, қыстырма сөзден кейін үтір қойылады. Екіншіден, қыстырма сөз сөйлемнің ортасында келетін болса, қыстырма сөздің екі жағынан да үтір қойылады. Ал қыстырма сөз сөйлем соңында келетін болса, қыстырма сөздің алдына үтір қойылады. Оқушылар, қыстырма сөздер сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Ендігі кезекте оқшау сөздердің бір түрі одағай сөздерге тоқталып көрейік. Өткен сабақтарда одағай сөздерді сөйлем мүшесі ретінде қарастырған болатынбыз. Сондықтан сендер одағай сөздерді өте жақсы білу керексіңдер. Сөйлемде айтылған ойға қатысты түрлі көңіл күйді білдіретін сөздерді одағай сөздер деп атаймыз. Одағай сөздердің 3 түрі бар. Ендеше әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. Біріншіден, көңіл күй одағайы, яғни адамның көңіл күйіне байланысты қолданылатын одағайлар. Мысалы, алақай, күн шықты. Екіншіден, жекіру одағайы, қазақ тілінде жекіру одағайы 3. Олар жә, тек және тәй. Үшінші түрі шақыру одағайы, яғни малдарды, жануарларды шақыру үшін қолданылады. Мысалы, көз, қырау, кә, немесе тағы басқалары. Одағай сөз сөйлем басында жай ғана леппен айтылатын болса, одағай сөзден соң үтір қойылады.
Ал ол ерекше көтеріңкі леппен айтылатын болса, одағай сөзден кейін леп белгісі қойылады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Бүгінгі сабақта оқшау сөздерге тоқталдық. Оқшау сөздер ең оңай тақырыптардың бірі. Алайда, оқшау сөздердің өзіне тән тыныс белгілерін ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.